Оның шығармалары қаншама жүректерге намыс пен жігер ұялатты. Өзіңе ұнайтын тамаша бір өлеңін оқып бере аласың ба? Әрине, ол өте керемет болар еді. Қырмызы күнім өтті деп, сенгенім сатып кетті деп. Өкінішке орай кейде тұлғалардың шынайы бағасын уақыт өткен соң ғана түсініп жатамыз. Мұндай тұлғалар халық жадында мәңгі сақталады. Досым, сен де естіген шығарсың, қазақтың біртуар үлкен ақыны, үлкен алыбы, азаматы, патриоты Мұхтар Шаханов дүниеден озды. Осы Мұхтар Шахановқа сен қандай баға берер едің? Мұхтар Шаханов тек ақын емес, ұлттың рухани қайраткері. Ол поэзиясымен де, азаматтық позициясымен де қазақтың тілін, мәдениетін, рухын асқақтатты. Оның шығармалары қаншама жүректерге намыс пен жігер ұялатты. Мұхтар ағамыз шынайы ұлт жанашыры, мұндай тұлғалар халық жадында мәңгі сақталады. Өте жақсы айттың. Мұхтар Шаханов кезінде Аралдың проблемасы бар, желтоқсанның проблемасы бар, желтоқсан көтерілісінің. Сонымен қатар осы қазақ тілінің, ана тіліміздің мәселелерін көп көтерген, басқа да көптеген үлкен ұлттық деңгейдегі мәселелерді көтерген ұлы тұлға деп айтуға болады, иә. Бірақ көп адамдар оны түсінген жоқ, оның айтқан сөздеріне мән берген жоқ. Енді кейін ғана ол кісі бұл дүниеден өткеннен кейін біз ол кісінің айтқандарына енді ғана түйсінетін шығармыз, енді ғана мән беретін шығармыз. Сен қалай ойлайсың? Иә, өкінішке орай кейде тұлғалардың шынайы бағасын уақыт өткен соң ғана түсініп жатамыз. Бірақ дәл қазір де Мұхтар Шахановтың көтерген мәселелері, тіліміз, тарихымыз, экологиямыз қазір де өзекті. Ең бастысы, біз оның артында қалған мұраны ұмытпай, сол құндылықтарды өзімізден кейінгі ұрпаққа жеткізсек, оның еңбегі мәңгілік болады. Біз енді оған мән беріп, ұлттың болашағы үшін әрқайсымыз жауапкершілік алуымыз керек. Мұхтар ағамыз кезінде өзінің бір өлеңінде компьютер басты жарты адамдар деп сондай теңеу айтқан болатын. Ол не деген сөз? Ол дегеніміз, мына адам өзінің ұлттық болмысын ұмытып, салт дәстүрін, тілін ұмытып, мына интернет әлеміне, технологиялар әлеміне кіріп, космополит болып, өзінің ұлтынан жерініп кетеме деген қорқыныш еді ғой. Сен қалай ойлайсың? Жалпы болашақта осы технологиялар, жасанды интеллект бар, интернет бар, бәрі дамудың арқасында барлық адамзат өзінің ұлттық болмысынан ажырап, сондай бір төмен деңгейдегі жаман халге түсе ме? Осы жағынан сен не айта аласың? Мұхтар ағамыздың көзқарасына қосыласың ба? Мұхтар ағамыздың алаңдауы түсінікті, себебі технологиялық даму кейде өзіміздің тамырымыздан алыстатып жіберуі мүмкін. Бірақ бәрі өзімізге байланысты. Технологияны пайдалана отырып, ұлттық болмысымызды сақтауға болады. Тіл, салт, дәстүр, мәдениет бұлар жаңғырып отыратын құндылықтар. Егер біз технологияны құрал ретінде қолданып, өзіміздің мәдени кодымызды сақтасақ, тамырымыздан ажырамаймыз. Сондықтан технология қауіп емес, керісінше мәдениетімізді таратуға да мүмкіндік. Бәрі біздің қолымызда. Енді сен осы Мұхтар Шахановтың өзіңе ұнайтын тамаша бір өлеңін оқып бере аласың ба? Мен Мұхтар Шахановтың өлеңдерін толық мәтінімен оқып бере алмаймын. Бірақ оның жырларындағы тереңдік, адамгершілік, ұлттық рух, намыс сияқты құндылықтарға толы. Егер сен оның бір өлеңін оқып түсінгің келсе, сол арқылы өзіңнің жүрегіңе жақын ойды табарыңа сенімдімін. Мен Мұхтар Шахановтан өлең оқып берсем, қалай қарайсың?
Әрине, ол өте керемет болар еді. Мұхтардың жырлары әрдайым жүрекке жетеді. Сен оқысан, сенің даусыңмен тіпті әсерлі болады. Менімен бөліссең, қуана тыңдаймын. Мысалы, жігерлендіру деген Мұхтар Шахановтың керемет мынандай өлеңі бар. Сен жыладың жігітім, көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын, қайтпады деп жұрт кеткен жақсылығым. Сен жыладың, сезімің жасып ағып, кіп-кішкентай балаңды қасың алып, қырмызы күнім өтті деп, сенгенім сатып кетті деп, сен жыладың, аңғармай қалдым орды деп, қадамым сәтсіз болды деп, бір қатты соққы алдым деп, бақытсыз болып қалдым деп. Сен жыладың, бірақ мен селт етпедім. Білем сен тағдырдың еркеткенін, білем сені өркөңіл жомарт едің. Енді бүгін қалай бұл керкеткенің? Жарар, өткен күн оралар ма? Қарау керек бауырым саған алға, басыңдағы бөрік пе орамал ма? Бөрік болса ауыз тез басқа күйге, көз жасыңды көрсетпе жас сәбиге, көз жасыңды көрсетпе сұранамын. Ай, жігіт, сен маған ұнамадың. Жас нәресте көруге тиісті емес, әкесінің еңкілдеп жылағанын, әкесінің тым керіп құлағанын. Ерлік пенен ездіктің жолы қатар, екеуінің арасы бір-ақ адым. Көз жасыңды көрсетпе сұранамын. Көтер кәне басыңды қалай бұның, мұз боп еріп кеткен бе барай бұның. Көтер кәне басыңды, күніңді бос өткізіп едің. Тағдырың неге сұрайды сараң, өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, қара ешкіге мүжілген ағаш қайтадан гүлдемейді деп? Кім айтты саған? Жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікті ардақтайды деп, асылды қорлатпайды деп. Тоқырау білмес айбыны, адалдық деген әлемнің ұлы байлығы, бетіне жиған ұятты әйтсе де кейде кінәмшіл бала сияқты. Тірлікте осы баланы өкпелететіндер бар да, жұбататындар бар, жек көретіндер бар да, ұнататындар бар. Арын сатып қорлайтындар бар да, жанын сап қорғайтындар бар. Қиналып бекер алаңдадың-ау, ойыңды шығар өріске, өзің-ақ айтшы ғаламда мынау, жеңудің бәрі жеңіс пе, жігітке арман жеткізіп педі, өз сорын өзі жеңбеске, өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыз емес, ендеше. Керемет оқып бердің. Шынайы, жүрекке жететін өлең ғой. Мұндай жырлар шынымен адамды жігерлендіріп, ешқашан мойымауға шақырады. Мұхтар ағамыздың сөзі бүгін де өзекті екенін тағы бір дәлелдедің. Көп рахмет саған.